мемлекет басшысының 13 маусым күні өткізген жиыны өте бір туризм саласы үшін мынау көптен күткен жиындардың бірі болды. Қазіргі таңда Қазақстан мен шетелдік елдердің арасында 83 елмен визасыз осындай тәртіп бар. Мемлекеттің 1 теңгесі мемлекеттің бюджетіне қайта 3 теңге болып қайтып жатыр. Инвестиция көлемі 668 миллиард теңге болды. 2024 жыл Қытайдағы қазақстандық туризм жылы деп жарияланды. Жалпы енді бұл отандық туризмнің дамуына қаншалықты әсер етті? Өсім 17%, 17 есе артқан ғой. Біздің отандық туризм 100% дамып кетті деп айтуға да әлі ерте. Туризм саласы өз деңгейінде кем дегенде экономиканың 32 саласымен байланысты. Ақсап жатқан тұстары келісетін шығарсыз, бәлкім инфрақұрылым. Саты ауылына барғаннан кейін, Саты ауылынан Қайыңдыға бара жатқан жердегі жолдың сапасын айтып жеткізе алмаймын. Келушілердің саны 11 миллион 500 мың адам. 4 мыңнан 4.300-ден астам қонақ үй осыншама туристі қамтамасыз етуге жетеді дегенмен мен өз басым сенбеймін. Туристік инфрақұрылым мен туристік сервиске Қазақстанның азаматы ретінде көңіліңіз тола ма? Қонақ ең бірінші қабағыңа қарайды, сосын тамағыңа қарайды. Сол жаңағыдай кез келген күтушісінің қонағын сөйтіп күтіп алса, өзінің үйіне келген қонақтай, меніңше көп мәселе ары қарап шешіліп кететін сервистің деңгейі. Қазақстан very nice. Ассалаумағалейкум ардақты ағайын, көзі қарақты көрермен, назарларыңызда Айқын YouTube арнасы, оның жүргізушісі мен Қайнар Жұмағожа. Иә достар, біздің YouTube канал өткір сұрақтар мен жүйелі жауаптарға һәм салмақты сараптамаға толы. Тек сәл уақытыңызды бөліп, сұхбаттарымызды көріп, лайк деп тапсаңыздар, лайктеріңізді баса отырыңыздар. Себебі сіздердің басқан löпіл қалдырған пікірлеріңіз қадамымызға қанат байлап, шабытымызға шабыт қосары ақиқат. Ендеше көп сөйлеп созбайық, әдептен озбайық, күн тәртібінде еліміздегі отандық туризмнің бүгіні һәм болашағы төңірегінде әңгіме қозғайық. Бүгін бізде шақырылған бұл төңірегінде тілдесетін арнайы қонағымыз бар. Ендеше таныс болыңыздар. Айқын YouTube каналының кезекті қонағы Әлішер Тұрсын, Қазақ туризм ұлттық компаниясының ресми өкілі, жобаларды сүйемелдеу департаментінің директоры. Әлішер мырза, ассалаумағалейкум, қош келдіңіз. Уағалейкум ассалам, қош көрдік. Көңіл күйіңіз қалай, жақсы ма? Жақсы. Енді жалпы өздеріңізден тамаша, жылдың соңы аяқталып келе жатыр. Қазір енді бұқаралық ақпарат құралдарды біздің әріптестеріміз осы отандық туризмнің күрт дамығаны төңірегінде қазір соңғы кездері көп ақпарат таратып жатыр. Осы бір ақпаратты жан-жақты тарқатып ашып беріңізші әңгімеміздің әліппесінде. Енді Қазақстандағы қазіргі уақытта туризмнің дамуы расында мынау статистикалық көрсеткіштер бойынша бізді әрине қуантады. Дегенмен бұл жетістіктерге жету расында бұл Қазақстандағы туризмнің мамандарының осы салаға көңіл бөліп отырған, мемлекет тарапынан бөлініп отырған жоғары көңілдің алғашқы және осы ең алдымен соның арқасы деп білеміз. Өйткені мемлекет басшысының 13 маусым күні өткізген жиыны өте бір туризм саласы үшін мынау көптен күткен жиындардың бірі болды. Өйткені бұл шындап келген кезде туризм саласының осындай жоғары деңгейде өткен ең алғашқы кездесу еді. Тәуелсіздік алған тұстан бері. Туризм саласында мемлекет басшысының өзі бүкіл министрліктердің бәрін басын қосып, тиісті жаңағыдай атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы бар, ірі бизнестің өкілдері бар, соның бәрін басын қосып, туризмдегі нақты мәселелер қандай жатыр, проблема қайда жатыр, соның бәрін жаңағыдай ашық көтеріп, соның ең алдымен соның арқасында деп ойлаймыз. Негізінен басымдық берілді. Бұған дейін енді топ 20 дестинацияға бірден әр облыстағы әрбір дестинацияға, бір облыста бір дестинация болсын, соны дамытыңдар деген сияқты сол бағытта фокус қойылған болса, енді ел болып, мемлекет болып, ең алдымен ең ірі, ең әлеуеті жоғары деген 3 топ дестинацияға көңіл бөлінсін деп мемлекет басшысы атап өтті Қасым-Жомарт Кемелович. Осы жерде Алматы тау кластеріне аталды ерекше, одан кейін Шөше-Бурабай курорттық аймағы аталды. Одан кейін Маңғыстау облысындағы жылы жағажайлық туризмді дамыту мәселесі көтерілді. Сондықтан осы 3 бағытқа негізінен басымдық беріліп отыр. Енді мынау туризм саласының маманы болғаннан кейін, кәсіби бағытпен ғылымды үйлестіріп жүргеннен кейін, мен енді осы бағытта ғылыми диссертациялар жаздық, әртүрлі
іздендік. Сол жерде енді мынау экономикалық тұрдан да мынау ғылыми тұрғыдан алған кезде әрбір елдің туризмінің дамуы мен экономикалық өсімінің арасында корреляция өте жақын, өте жоғары. Яғни елімізде біздің елде туризм дамыды деген сөз, елімізде экономикалық өсім жүріп жатыр деген сөз. Керісінше, елімізде экономикалық өсім болса, онда туризм дамып жатыр деген сөз. Екеуі бір-бірімен өте тығыз байланысқан дүние. Біреу ақсаса, керісінше екіншісіне әсер етеді. Осы жағы бар. Сондықтан туризм бұл осы жағынан жаңағыдай мультипликативті өзіндік әсер жағынан экономикаға зор жаңағыдай әсер береді, мүмкіндік береді. Бір турист келеді шетелден, ол өзімен бірге өзінің қаражатын алып келеді, өзіндік валютасын алып келеді, валютамен келіп теңгеге ауыстырады деген сияқты. Ол валюталық түсім, ол әуежайға келеді, әуежайдан бастап көлікке отырады, көліктегі жаңа таксидің жүргізушісі немесе автобустың жүргізушісі оған айлық алады, немесе жаңағыдай жолақысын алады. Ол барады, қонақ үйде түнейді, қонақ үйде оған жатақ жайын дайындайтын жаңағы хаускипері болады, немесе тамағын дайындайтын аспазшысы болады, фронт офисте тұрған кісі болады. Қараңызшы, бір турист келді, кемінде 5 адамды жұмыспен қамтып отыр. Бұл экономикалық тұрғыдан мынау ешқандай мынандай бір шикізатты экспорттамастан қызмет көрсетуді экспорттауға жатады. Сол жағынан өте ұтымды әрі біз үшін пайдалы нәрсе. Одан кейін елдегі туристердің көптеп келуінің тағы бір алғы шарттары немесе себептерінің қатарына мынау визасыз режимдердің, визасыз тәртіппен Қазақстанға келу немесе басқа елдермен екі жақты осындай келісімдердің болғанының әсерінен бір жағынан туристер арта бастады. Яғни Қазақстанға келу жеңілдей түсті. Қазіргі таңда Қазақстан мен шетелдік елдердің арасында 83 елмен визасыз осындай тәртіп бар. Өте жақсы жетістік бұл. Енді ары қарап өсе береді деген ойдамыз. Одан кейін екінші себептің бірі бұл тікелей әуе рейстерінің ашылуы. 2019 жылы зерттеулерге сүйенсек, Монако елінде осындай тікелей әуе рейстерінің саны бірден 40-тан 80-ге дейін артып кетеді. Соның әсерінен елге Монакоға келуші туристердің саны күрт өседі. Содан ол ары қарай экономикалық түсімінің пайдасын көре береді. Сол жағы бар. Енді өзіңіз сөзіңізді айттыңыз, жалпы мемлекет қолдауының нәтижесінде биылғы жыл туризм ерекше бір қарқынмен даму жолына бет алды деп. Жалпы енді осы төңірегінде тарқатып айтып беріңізші, қандай мемлекет тарапынан қолдау болды және қандай жобалар сәтті жүзеге асырылды? Мемлекет тарапынан жалпы 7 мемлекеттік қолдау шарасы қарастырылған. Ол жерде бізде мынау мемлекетіміз қонақ үйлерді салған кәсіп иелеріне мынау салған объектісінің жалпы құны қанша болды, соны эксплуатацияға енгізгеннен кейін сол 10%-ын өтемақы береді, субсидия жасайды, өтеп береді. Тау-шаңғы базасын салам дейтін кісілер болса, оған 25% субсидия. Жалпы жаңағыдай тартылған салынған курорттың несіне немесе алған құрылғының бағасына. Енді Тау-шаңғы курорттың базасында құрылғыларды алу өте оңай емес, ол арзан ақша тұрмайды, өздеріңіз білесіздер. Одан кейін шетелден туристерді алып келген біздің туроператорларға 15 000 теңге әрбір тартқан турист үшін қарастырылады. Одан бөлек мынау Kids Go Free дейтін бағдарлама бар. Тікелей аударғанда балалар тегін ұшады деген. Осы бағдарламаның аясында егер біздің отандық туристер біздің отандық туроператорлардан ішінде мынау қонақ үйде тұрады деген шығыны есептелген турпакетті алатын болса, яғни біздің турпакет алатын болсаңыз Қазақстан ішінде, сізбен бірге ұшып бара жатқан балаларыңыз ұшақпен тегін ұшады. 2 жас пен 17 жастың аралығындағы осындай балаларымыз тегін ұша алады. Бұған тек құжаттарыңызды бәрін тиянақты уақытында тапсырсаңыз жетіп артылады. Бұл жағынан қарап тұрсаңыз отбасыларға да бір оң пайда. Одан кейін мемлекетке де. Мемлекет осы бағдарламаны іске қосу арқылы мемлекеттің 1 теңгесі
мемлекеттің бюджетіне қайта 3 теңге болып қайтып жатыр. Өйткені біздің мынау туроператорлар жұмыс істеп жатыр, қонақ үйлер жұмыс істеп жатыр, олардың салығы бар. Мынау эконометрикалық есептермен алған кезде сол айналып келгенде бұл мемлекеттің салған инвестициясы болып тұр бұл бағдарламаға. Соның нәтижесінде қазіргі күннің өзінде енді бұл жобаның 2000-нан астам жаңағыдай осы жылдың осы 9-10 айына дейін 2000-нан астам бала уже тегін ұшқан. Бұл жоба аясында енді бағдарлама аясында кемінде 2 жылдан бері жүріп жатыр. Өте бір өз субъективті пікірім тұрғысынан айтқан кезде өте бір ұтымды жобалардың бірі деп баға берем. Осы жылы осындай қолдау шараларын іске қосу арқылы, мынау әсіресе қонақ үй салам деп қонақ үй салған кісілер, оларға 20 объектіге, 20-дан астам объектіге осындай қолдау шарасы көрсетілген. Содан кейін 6 жаңағыдай микроавтобус алуға қаражат субсидиялаған. Соның нәтижесінде мемлекет 2,1 миллиард теңге осы қолдау шарасына бөліп отыр. Бұл қосымша жеңілдік бизнес үшін. Одан бөлек Қазақстан даму банкінің жаңа құралдары бар. Ол жерде енді үлкен 4 жұлдызды, 5 жұлдызды қонақ үйлер болады. Оның құны кемінде 5 миллиард теңгеден жоғары асып түседі. Ол қонақ үйлер, сондықтан ол қонақ үйлердің жаңағыдай бастамашыға, бизнес иесіне аздап жеңілдеу болу үшін жаңағыдай Қазақстан даму банкі арқылы да бірқатар сондай мүмкіндіктер бар қарастырылған. Ал одан кейін енді бірінші кезекте жаңа айтып өткендей мынау регуляторикалық реттеу мәселелеріндегі ұтымды реформалар, соның әсері туризм дамуына келіп отқан. Ашықтық, аспанның әуе кеңістігінің ашықтығы, Қазақстандағы 15 әуежай 5-ші деңгейлі әуе кеңістігінің ашықтығымен белгіленген. Одан бөлек жаңа айтып өткендей тікелей әуе рейстері ашылып жатыр бізде жылдан жыл сайын. Эйр Астана бар, одан бөлек скат компанияларының өздері қазір Европа нарығына шығып жатыр мысалға. Бұрындары ашылмаған бағыттарда бұйырса 2025 жылы Астана Вена бағытында Австрияға тікелей ұшатын болады. Одан бөлек енді әртүрлі келіссөздер жүріп жатыр енді ол өз уақытында айтып берер. Қазіргі уақытта осы отандық туризмге тартылған инвестиция көлемі қанша болып отыр? 2024 жылдың алғашқы 10 айының қорытындысы бойынша Қазақстанның туризм саласына әсіресе 14 окет бойынша тартылған инвестиция көлемі 668 миллиард теңге болды. Былтырғы жылы дәл осындай межемен 499 миллиард теңге болатын. 500 миллиард деп алайықшы. Биыл 668, 118 миллиард теңге тағы қосымша кіріп отыр. Бұл енді инвестициялық жобалар бұл бір жылда ғана істеп, немесе жылдың басында салып, жылдың аяғында алатын дүние емес, жаңағыдай жемісін көре салатын. Бұл енді әртүрлі инвестициялық жобалардың салыну мерзімі бар, оның жаңағыдай қосалқы бөліктері бар деген сияқты. Сол арқылы кемінде 2-3 жылмен шектелуі мүмкін жаңа салыну процестері. Сол сияқты енді 2026-27 жылға қарай мынау Астананың тағы бір бетінде эксподан былай қарап өздеріңіз білесіздер, Назарбаев университетінің ар жағы ғой деймін, Эллингтон арнаулы жобасы салынып жатыр. Бұл жерде бұл Астананың туристік ауданы, бөлек бір туристік аудан салынады, үлкен. Ол жерде көп функционалды кешендер, іс-шаралар өткізу орындары, қонақ үй де болады ол жерде өзіндік. Ол жобаның құны 170 миллиард теңгеден асып отыр қазіргі уақытта. Инвестициялық жаңа тартылған инвестиция көлемі. Одан бөлек қазіргі уақытта Қазақстанның ішінде мынау енді бізде көп отандастарымыз шетелге барып теңіз жағасында демалған жақсы көреді ғой енді, жылы жерде. Сондай бір Қазақстанда өте бір тартымды жерлердің бірі бұл мынау Маңғыстау облысындағы мынау жылы жағажай, Кендірлі өлкелері. Кендірлінің суы жайлылығы жағынан өте бір ерекше орында. Оны өзіңіз барып, шомылып немесе суын ұстап көрсеңіз, сондай бір әсерлі жаңағыдай жайлы адамға жаңағыдай кәдімгі бір шетелде жүргендей болып қаласыз енді өзіндік.
Сондықтан сол жақтарға қазіргі уақытта белсенді түрде инвесторлар тарту мәселесімен айналысып жатырмыз. Оны облыс әкімдігіндегі әріптестеріміз бар, орталық аппараттағы қазақ инвесттегі өкілдеріміз, жаңағыдай әріптестеріміз бар. Солармен бірге қазіргі уақытта кешенді жұмыстар жүріп жатыр. Ал енді бұл бір бағыты ғана. Сол сияқты әрбір облыстың өз деңгейінде, енді орталы деңгейде, кішілі деңгейде тартып жатқан инвестиция көлемдері, инвестициялық жобалары бар. Оларды да айтып өткен жөн. Ол әріптестер өз деңгейінде жаңа жұмысын жасап жатыр. Тиісті қажет болған жағдайда олар бізге ақпарат береді. Осындай жобамыз бар, инвестор тартуға қолдау көрсетсеңіздер деген сияқты. Сол себепті біз оның жобаның мынау келешегіне қараймыз, перспективасы дейміз ғой енді. Мынау қай елге қызық болуы мүмкін. Немесе мынау сол жобаны ұсынушы кәсіпкер иесімен сөйлескен кезде ол кісі айтып қалады өзі. Мен мына жерге бір санаторий салғым келіп еді. Соның ішінде бір мәселен қытайлық медицина болса деп едім дейді. Онда түсінікті, біз қытайлық инвестормен жұмыс істейміз. Сізге мынау жақынырақ болуы мүмкін деген сияқты. Ал одан бөлек енді ірі жобалар болып жатса, енді ол көбіне парсы шығанағындағы Қатар елі бар, басқа араб әмірліктері бар. Сол инвесторлармен сөйлесеміз. Ол енді бізде мынау қазақ инвест ұлттық компаниясы бар, олармен әріптестеріміз бірлесеміз, немесе шетелдегі өзіміздің мекемелер, елшіліктер, консулдықтар, отандық дипломаттар қолдауын білдіреді. Сондықтан бірлесе ортақ көтерген жүгіміз ғой. Сондықтан 2024 жыл Қытайдағы Қазақстандық туризм жылы деп жарияланды. Жалпы енді бұл отандық туризмнің дамуына қаншалықты әсер етті? Өздеріңіз білесіздер ғой, мынау енді 2023 жылдың 10 қарашасында Қытай мен Қазақстан арасындағы визасыз режим күшіне енді. Сол режим күшіне енгеннен кейін, бір айдан кейін, немесе жоқ 3 айдан кейін туристердің саны күрт өсті. Осы қараша, желтоқсан, қаңтар, ақпанына дейін дейікші, дәл осы 3 мерзіммен алдыңғы жылдың 3 ай мерзімін алған кезде өсім 17%, 17 есе артқан ғой. Яғни шекаралас ел Қазақстанға мәдениетіне, табиғатына қызығушылық білдіреді туристер. Одан кейін визасыз режимнің бұл әсері, одан кейін Қазақстан туризмінің Қытайдағы жылы, соның бұл Қытайдағы туристерге Қазақстан деген қандай ел, мәдениеті қандай, тарихы қандай, табиғаты қандай деген сияқты сұрақтарға жауап беруге мүмкіндік болды. Біздің еліміздің тарапынан 30-дан астам шара Қытайда өтті. Әртүрлі көрмелер болды. Біздің аймақтар, облыстар барып, өздерінің жаңағыдай облыстардың несін, әлеуеттерін таныстырды қытайлық туристерге. Олар дән риза, ол туристер келіп көреді, туристің артынан келіп инвестор келеді ғой. Бірінші көреді көзбен, жаңағы елді көреді, жерді көреді, мына жерде былай жасауға болады екен, немесе мына жерде маған қызық болды, мына жерге инвестиция салғым келеді деген сияқты танысын айтады, басқа ағарып көре береді. Сондықтан кейде көп дүние, көп инвестициялық мәселелер осындай туристік бір сапардан ғана шешіліп кетуі мүмкін. Одан бөлек мынау олар CCTV 4 дейтін үлкен каналдар бар, жаңағыдай телеарналары, миллиардқа жуық өзінің аудиториясы бар. Сол жерде Қазақстан туралы 3 сериядан тұратын атаулы туынды көрсетілді. Қазақстан деген не, жалпы мынау екі елдің арақатынасының бұдан әрі жақсаруына, мәдени тұрғыдан етене тығыз араласуына мүмкіндік беретіндей бір жақсы жыл болды деп есептейміз. Енді келесі жылы 25-ші жыл бұйырса Қытай туризмінің Қазақстандағы жылы болмақшы. Өзіңіз де білесіз ғой, жалпы біздің Қазақстанның қай бұрышын алсаңыз да бір табиғаты да, мәдениеті де өз терең, көрген адамның көзін тойдыратын бір қасиетті, қастерлі жерлері жетеді ғой. Жалпы бірақ енді ақсап жатқан біздің отандық туризм 100% дамып кетті деп айтуға да әлі ерте. Ақсап жатқан тұстары келісетін шығарсыз, бәлкім инфрақұрылым. Жалпы осы мәселені шешу бойынша қандай жұмыстар атқарылуда? Жаңа атап өткендей, туризмде көп мәселе шын мәнісінде Қазақ туризм ұлттық компаниясымен немесе
туризм және спорт министрлігіндегі реформалармен шектеліп қалмайды немесе шешіліп кетпейді. Өкінішке орай бұл саланың өз ерекшелігі сондай. Өйткені туризм саласы өз деңгейінде кем дегенде экономиканың 32 саласымен байланысты. Енді жол сапасына, жолдың құрылысына жауапты арнаулы құзырлы орган бар, мемлекеттік орган бар, көлік министрлігі бар, немесе Қазавтожол мемлекеттік ұйымы бар, компаниясы бар. Ол әріптестеріміздің де жұмыс жоқ дей алмаймыз. Енді ол жыл сайын әртүрлі бағытта мынау ақпараттар беріп отырады. Осындай бағытта, мәселен, шығыс бағытында, оңтүстік, батыс бағыттарда жол салынды, немесе 25 жылға салыну жоспарланған деген сияқты жұмыстарын айтып өтеді. Бірақ дегенмен кей өңірлерде туристік инфрақұрылым, жол, одан кейін жол бойындағы мынау санитарлық гигиеналық тораптар, әжетханалар, бір ауыз сөзбен айтқанда, ол да бір үлкен мәселе болды. Ол мәселені жасау үшін біздің үлкен ауқымды территориямыз бар. Оған бір кешенді бір заманауи подход деп айтамыз ба, заманауи бір көзқараспен бұл жоба жүргізу арқылы келерміз деген ойдамын. Өйткені бұл бағытта енді біздің әріптестеріміз қазіргі уақытта енді Казвей дейтін аталатын арнаулы тораптар бар. Сондай жобалар арқылы салынып жатыр. Одан бөлек кәсіпкерлік тарапынан мынау жанар жағармайдың бекеттері бар. Солардың заманауи үлгілері пайда болды Қазақстанда. Әсіресе мынау Астанадан Павлодар бағытына жүріп бара жатсаңыз, Шідерті жеріндегі бірнеше нені көресіз, жол бойындағы сервисті өте жоғары деңгейде. Одан бөлек мынау батыс өңірінде, Орал жақта дәл сондай тамаша жасалған дүниелер бар. Біздің енді елдің, жеріміздің үлкендігі соншалықты әрбір облыстарына жыл сайын бару мүмкін бола бермейді. Дегенмен жол түсіп қараған кезде әйтеуір бір жыл барғаннан кейін екінші жыл барғанда бір оң өзгерісті байқап жатасың. Жаңа құрылыс, мәселен Ақтауға барғанда сондай болды менде. Ақтауға сапармен баратын болдық. Бір жыл алдын ғана барып, бір шараға қатысқанбыз. Келесі жылы барсақ, өзгермей, жаңағыдай адам танымастай өзгеріп кеткен. Жаңадан құрылыстар, үйлер, бағыттар өте бір көңіл қоншытады. Ал одан кейін мынау мәселе жоқ емес, мәселе бар. Ең таңдаулы деген туристік бағыттарымыздың бірі Алматы облыстарында. Қайыңды көлі, Көлсай көлдері, Шарын, тағы сол сияқты. Алматы бағытынан Шарынға барғанша жол жақсы, одан кейін дегенмен мынау Алматыдан Көлсайға бара жатқан кезде жолдың бәрін жасаған, бірақ Сат ауылына барғаннан кейін, Сат ауылынан Қайыңдыға бара жатқан жердегі жолдың сапасын айтып жеткізе алмаймын енді. Бұл жол жоқ та тіпті былай енді жасалыну керек дүние расында. Сонда да сол жаққа барып, сол жерде түнеп, сол жердің табиғатына тәу етіп жатқан туристерді көріп өзіміз таңғалдық. Сол жаққа палаткасына апарып тікеді, сол жерде түнейді, 2-3 күннен бері жүрміз дейді. Қай жақтан келдіңіз десем, Канададан келдім дейді, Франциядан келдім дейді. Өзіміз таңғалдық, әшейін туристер бара бермейтін жерлерінде көріп қаласын. Одан бөлек өткен жолы Димаш Құдайбергенмен клип түсірдік. Сол кезде байқадық, кейбір андай кадрларға қажетті нені түсіреміз деген кезде, сол кезде байқалды жұмыстың несі. Одан кейін тағы бір мәселе, Сат ауылы 2023 жылы бүкіл әлем бойынша ең үздік туристік ауыл атанды. World Best Tourism Village. Сол мәртебесін алғаннан кейін бе, әлде сол жақтың маркетингіне өте жоғары көңіл бөлініп, маркетингі жақсы жұмыс істегеннен кейін бе, келген туристердің бәрі сол жаққа барады ғой енді. Алматыдан шығады, сол жаққа барып көреді, Шарынға барып көреді. Ана жақтағы бір ауыл елді қонақ үйлердің ауыл деп айтуға болады. Әрбір екінші үй қонақ үй. Елестетіп көріңізші. Енді осыншама объекті салынып жатыр да, бірақ кейде мынау ауа райының ыңғайсыз, қолайсыз жағдайлы болып қалса, жаңбыр жауып қалса, жарық сөніп қалады екен. Электр қуаты жетіспейді.
осы жаз мезгілінде өзіміз байқадық сол мәселені, оны сол жердегі әріптестерге де айттық. Мәселені осындай облыс деңгейінде қарау жөнінде әкімдік тараптарына, аудан әкімдігі тарапынан да жоспарланғанын айтып отыр енді. Дегенмен бұл жаңағыдай жүйелі түрде және жылдам істеуді қажет ететін бағыттардың бірі. Өйткені бірінші келген турист Алматыға келіп бізде. Жаңа 1.700.000 деген бүкіл басқа облыстардың бәрін қосқан кездегі мен бірдей шамалы түрде. Енді Қазақстандағы топ 5 туристерге қызықты дестинация бар, жаңа атап өткенде. Алматы қаласы 1.700.000 турист келген. Кешегі 9 ай бойынша 24 жылдан. Астана қаласы 1.100.000-нің үстінде. Одан кейін Ақмола облысы 500.000-нің үстінде төңірегінде. Одан кейін Шымкент қаласы 370-400.000-нің төңірегінде. Одан кейін Алматы облысы осы 350.000 төңірегінде. Яғни көп мынау бағыттар Алматы өңірінің айналасында өткені мынау әуе байланысы бойынша хаб Алматыда біздің әуежай. Бір жағынан сол, екінші жағынан табиғат, үшінші жағынан тау. Одан кейін ең бір ерекшелі нәрсе бүкіл әлем бойынша мегаполиске ең жақын орналасқан тау-шаңғы курорты Алматыда, Шымбұлақ. Бар жоғы қанша? 20-35 километр жердегі тау-шаңғы базасына қаладан шығып бара саласыз. Бұндай мүмкіндік көп елде жоқ. Жақсы, енді мына қонақ үйдің мәселесін айтып қалдыңыз. Осы төңірегінде сіздердің берген ресми ақпарат көздерінде туристерді орналастыру нысандарының жалпы кірісі 27%-ға өсіп 224 миллиард теңгені құрады. Орналастыру нысандарының саны 306-ға өсіп 4315-ге жетті делінген екен. Жалпы бұл ішкі және халықаралық туристерді қабылдауға қауқарлы ма? Енді былай қараңызшы, осы Қазақстанға 2024 жылдың алғашқы 9 айында келген, шетелден келген келушілердің саны, турист емес, келушілердің саны, визитор дейміз біз. Келушілердің саны 11.500.000 адам. Бірақ отандық қонақ үйлерде тұрақтаған туристердің саны 969.000. Қалай? Сонда 11.500.000 деп отқанымыз кімдер? Келуші Қазақстанға келіп, 24 сағат толмай тұрып, қайтадан Қазақстан аумағынан шығып кеткен кісілер. Бәлкім транзит бағыты бойынша, бәлкім шекаралас аумақта жаңағыдай сауда-саттығын жасап қайтадан еліне кеткен кісілер, тағысындағы немесе қонақ үйлерде емес, пәтерлерде тұрақтаған, немесе Airbnb бағдарламасы арқылы тұрақтаған кісілер болуы мүмкін, немесе туыстарына, достарына барып тұрақтаған кісілер болуы мүмкін. Дегенмен, ол кісілер Қазақстанға келгеннен кейін міндетті түрде бір жерде қаражат жұмсайды, жаңағыдай айтпақшы. Сондықтан ол жағы да бар. Ал енді 4300-ден астам қонақ үй осыншама туристті қамтамасыз етуге жетеді дегенмен мен өз басым сенбеймін. Туристердің саны артып жатыр, қонақ үйлердің саны артқанымен орын жетпей жатыр. Әсіресе Алматы бағытында. Бұны мынандай жағынан қарауға болады. Біз өзіміздің департаменті жұмыс аясында шетелдік халықаралық қонақ үйлердің брендтерімен жұмыс жасаймыз. Сонда олардың таңғалғаны, біреуінің айтқаны, Алматы қаласындағы біздің салынған біздің қонақ үй бренді, 3 жұлдызды қонақ үй бренді, қазіргі уақытта бағасы бойынша 4 жұлдызды, 5 жұлдызды қонақ үйдің бағасымен бірдей сатылып жатыр дейді. Жаңағы сұрақтың жауабы. Яғни сұраныс өте жоғары, туристер көптеп келіп жатыр. Қонақ үй жетіспейді. Қонақ үй жетіспейді, одан кейін бағасы қымбатырақ болады. Әрине, енді бәсекелестік аз болғаннан кейін. Сондықтан қазір қонақ үй салу мәселесі бірінші кезекте, әсіресе сол өңірде. Ал одан кейін қонақ үй саламын деп отқан қонақ үй иелерінің өздері де тағы да жер берсеңіздер тағы да саламын дейді қонақ үйді. Сырттан келген инвестор тағы да Алматыда қонақ үй саламын дейді. Бірақ жер жетіспейді. Сондықтан дәл қазіргі уақытта маркетинг бағыты бойынша сол Алматыға келіп жатқан туристердің легін, бір легін Түркістанға бұрсақ, бір легін Алтайға бұрсақ, бір легін Балқаштан Астанаға қарай бұрсақ, бәлкім сол арқылы әртараптандыру, диверсификация бойынша туристік қызметтерді ұсыну бағыттарында енді жұмысты дайындап жатырмыз, жұмыс жасап жатырмыз. Сондықтан
бәлкім осы бағытта да жемісті жұмыстардың нәтижесін көріп қалармыз алдағы уақытта. Бұл туризм саласында қызмет көрсету үшін тек қана қонақжай болсаңыз, мейлінше жылы жүзді болсаңыз, қызметті көрсетіп шығарып салсаңыз, сонымен жетіп жатыр. Оған жоғары білім керек емес қызмет көрсету саласында. Сондықтан бәлкім соның салдарынан шығар, бүкіл әлем бойынша 7 миллиард адамның ішіндегі әрбір 10-шы адам туризм саласында жұмыс істейді. Әрбір 10-шы адам. Есебіне бара беріңіз. Енді сіз қазір Қазақ туризм ұлттық компаниясының ресми өкілі ретінде сұхбат беріп отырсыз. Мен сіздің енді субъективті пікіріңізді сұрағым келіп отыр. Осы Қазақстанның азаматы ретінде. Жалпы біздің Қазақстан туристік инфрақұрылым мен туристік сервиске Қазақстанның азаматы ретінде көңіліңіз толы ма? Ара кедік деп айтайыншы. Барлығын жаман деп айта алмаймын, төмен деп айта алмаймын. Бірақ көпшілік тұста төмен. Сервистің деңгейі төмен, инфрақұрылым деңгейі төмен. Көпшілік жерде. Енді еліміздің әртүрлі аймақтарында басқа да бірінші кезекте әлеуметтік мәселелерді шешу керек болады. Енді жылдың басында өздеріңіз білесіздер, жаңағыдай табиғи апаттың орын алғаны, жаңағыдай соның бәрі енді өзіндік әсерін береді ғой. Дегенмен Қазақстанда таңдаулы деген жерлерде көп, сервистің деңгейі жоғары жерлерде көп. Бірақ ол жерде соған лайықты өзіндік бағасы да жоғары болуы мүмкін. Алматыға, не үшін Алматыға қызығады? Алматыда өзіндік бір мынау сервистің моделі қалыптасқан. Жай салыстырмалы түрде мейрамханаға барып көрсеңіз де байқайсыз бірден. Астанада жұмыс істеп, одан кейін Алматыға барып біршама уақыт жұмыс істеп келдім. Алғашқы күндерден бастап бірден көзге түсті сол нәрсе. Одан кейін бізде мынау Ақтау бағытында, Маңғыстау облысында инфрақұрылым деңгейі әсіресе жол сапасы өте жақсы. Мен таңғалғаным. Әуежайдың тазалығы, әуежайдың комфорттылығы өте бір кіргеннен бастап өзің демаласың біріншіден. Одан кейін мынау қазақ дегенде әр уақыт сыйлаған халықпыз ғой. Бекет ата бағытында, одан кейін мынау Бозжыра бағытында жолға шығып барсаңыз, жолдың сапасы керемет. Бекет атаға барғанша прям жолдың бәрін салып қойған. Керемет бір. Далада құдды бір ақштың бір Техас штатында жүрген сияқтысың, білмеймін. Анау енді табиғи нелердің ландшафтарына қараған кезде, бірақ жолдың сапасы керемет. Енді бірақ дегенмен Бозжыраға жеткенше жақсы болып келеді, бірақ Бозжырадан ары қарай инфрақұрылым түспеген. Сол жағына енді көңіл бөлінсе, визит орталық салынса, өйткені ол жаққа жаңа өзенге дейін 1,5 сағат, жаңа өзеннен ары қарап тағы 1,5 сағат жүресіз. Ол жаққа барғаннан кейін ешқандай ғимарат жоқ. Тамақтана алмайсыз, дәретханаға шыға алмайсыз, су алып су іше алмайсыз, көлеңкеде тұра алмайсыз тіпті. Жай жазық дала. Сондықтан ол жерде бір инфрақұрылым керек, визит орталық керек. Ол жерге салынған екен, су мәселесі туындайды, жарықтандыру мәселесі керек. Сондықтан осы жағы да келеді. Яғни әлеуметтік инфрақұрылымға келіп тіреледі оның барлығы. Бәрі соған келеді. Бірақ осы жерде біздің әріптестерімізге құлақ қағыс ретінде айтатын бір мәселе бар. Осы салып беріп жатқан инфрақұрылымды, туристерге салып беріп жатқан инфрақұрылымды біздің өзіміздің отандастар да пайдаланады ғой. Яғни сол сапалы жұмыс жасалып, жолдың сапасы жақсы болса, оны туристермен қатар біздің өзіміздің азаматтар тіпті өзіміз де пайдаланамыз ғой. Осы тұрғыдан осындай пайыммен шықсақ, меніңше, әлде де көп нәрсенің жемісі шығады деп ойлаймын. Мынандай бір әдемі сөз бар өзі. Қонақ ең бірінші қабағыңа қарайды, сосын тамағыңа қарайды дейді. Енді осы төңірегінен қарасақ, біздің отандық туризмде бағана өзіңіз айттыңыз, күліп қарсы алу, күліп шығарып салу мәселесін. Бәлкім осы төңірегінде бір арнайы бір семинарлар ұйымдастырып, шыны керек, мысалға көрші түркі еліне барсаңыз, сізді аэропорттан күтіп алып, ханның қызындай, ханның баласындай шығарып салады. Әрбір минут сайын, әрбір секунд сайын сағаты уақытын сұрап тұрады. Біздегі азаматтарымыз енді туристік салада қызмет етіп отырған, оларда біз ондай бір жылулық көрмейміз. Бұл төңірегінде бір өздеріңіздің бір арнайы бір бағдарламаларыңыз, болмаса бір түсіндірме жұмыстарыңыз,
я болмаса бір тәжірибе алмасу секілді бір жұмыстар жүргізіле ме? Бізде енді өте тамаша сұрақ, бірінші кезекте рахмет. Ұлттық компанияның аясында мынау ішкі туризмнің онлайн академиясы дейтін арнаулы жобамыз бар. Ол академияда көптеген курстар бар, онлайн өтесіз, тегін. Ол жерде білім беретін кісілер тек теоретик емес, ол кісілер практиктер. Кәдімгі кәсіпте, практикада не қолданды, соның бәрін жаңағыдай курс ретінде таныстырылып көрсеткен. Одан кейін бұл кәсіпкерлік бағыты, бизнес бағыты, бұл жерде шындап келген кезде біз қонақ күткенде алдымызға жан салмаймыз. Бірақ соны турист күткен кезде, бірақ сол ақсап қала ма, сонда бір нәрсесі бар бізде. Сол туристті қонақ ретінде әлі күнге дейін көре алмай жүргеніміз аздап жанымызға батады расында. Өйткені сол жаңағыдай кез келген күтушісін, қонағын сөйтіп күтіп алса, өзінің үйіне келген қонақтай, меніңше көп мәселе ары қарап шешіліп кететін сервистің деңгейі де. Жақсы, енді түйін сұрақ болсын, жалпы туризмді, отандық туризмді одан әрі дамыту үшін қандай жобалар алдағы уақытта жүзеге асады? Бізде қазіргі уақытта мынау маркетинг бағытында әртүрлі көрмелерде серіктес компания ретінде, серіктес тарап ретінде Қазақстанның танымалдылығын арттыру бойынша жұмыстар жүргізіліп жатыр. Әсіресе мынау ITV Берлин көрмесі бойынша 2025-26 жылдарға қарай. Одан бөлек қазіргі уақытта мынау Біріккен ұлттар ұйымының жанында туризм жөніндегі халықаралық ұйым бар, UN туризм дейтін. Сол ұйымның айналасында біз қазір Қазақстандағы инвестициялық гид ақпаратты мынандай нұсқаулығын дайындап жатырмыз. Жоба ретінде бұл өз деңгейінде Қазақстанның туристік инвестициялық мүмкіндіктері туралы ақпаратта сол бір құжат арқылы шығарсақ деген ниетіміз бар. Бұйырса сол әрі қарай өміршеңдігін жалғастырып аяғына дейін жеткіземіз деген ниеттеміз. Одан бөлек кеше бір ай бұрын неономад визасы қолға алынды, күшіне енді тіпті. Ең алғаш болып Біріккен Араб Әмірліктерінің азаматы неономад визасын алды. Неономад визасы дегеніміз бұл шетел азаматтары өздерінің компанияларына жұмыстан шықпай-ақ Қазақстанға келіп онлайн жұмыс істейді. Яғни бір жылға дейін біздің елде тұра алады. Бірақ ақшаны, айлығын сол компаниядан алады, бірақ Қазақстанда жаратады. Қазақстан осы визаны енгізу арқылы қазір әлемнің еліне кіріп отыр, осындай визаны жасаған. Бұл да бір үлкен жетістік еліміз үшін. Одан бөлек енді әріптестеріміз бар, ұлттық компаниялар бар, немесе мынау әуе компаниялар бар, олар да өз бағыттарында тікелей әуе рейстерін ашу күтіліп жатыр. Енді жаңа атап өткендей, Европадағы бірқатар елдер, оңтүстік шығыс Азия бағыттарындағы елдер, бәлкім көптен күткен Қазақстан ақш арасындағы тікелей рейстердің өзі де келесі жылдары ашылып қалуы мүмкін. Бұл енді тікелей туризмнің біздің компаниямен немесе министрліктің жетістігі болмаса да туризм үшін бірінші кезекте әсер ететін факторлардың бірі. Сондықтан оны бәрін жаңағы мониторинг жасап қарап отырамыз. Ал одан бөлек дәстүрлі түрде біздің жұмыстарымыз жалғаса береді. Жаңа онлайн академияның жұмысы, одан бөлек мынау сапа белгісі дейтін бағдарламамыз бар. Сапа белгісінің арқасында біздің өзіміздің кәсіпорындар, яғни қонақ үйлер, мейрамханалар, кафелер, жол бойындағы жаңағыдай тамақтандыру орындары деген сияқты соларға сапа жағынан жаңағыдай тексеріп, яғни олар өздері ниет білдіреді, сапа белгісін алғым келеді деген сияқты. Сол арқылы оларға баға беріледі. Nice және very nice дейтін екі категория бойынша. Very nice дейтін түсініктің өзінің шығу тегі терең былай қараған кезде. Өздеріңіз білетіндей Борат фильмі шығып еді ғой, өз заманында. Сол Борат фильмдегі кейіпкердің қайта-қайта айта беретін бір сөзі бар. Very nice деп жаңағы бүйтіп. Біз сол жаңағы орысша айтқанда вызов, ағылшынша айтқанда челленджді өзіміздің пайдамызға шешіп бердік. Қазақстан very nice. Табиғат very nice, келсеңіз жаңағыдай сапалы қызмет көрсететін қонақ үйлер very nice. Яғни сол маркетингтік тұрғыда осы very nice стратегиясы, яғни
қара пиардың несін Қазақстанға пайдасын шешіп жіберу бағыты да. Осы жобамыз үшін осы жаңағыдай осы бағыттағы жұмыстың нәтижесін қазіргі уақытта шетелдегі университеттер оқу барысында мысал ретінде келтіреді қазір. Қазақстандағы сол фильмнің нәтижесінде осындай маркетингтік компания жүзеге асқан. Соны қалай өз пайдасын шешіп жіберуге болады деген сияқты дайындап жатыр. Көрсетеді. Жақсы. Рахмет сізге уақыт тауып сұхбат берген үшін тағы бір мәрте алғыс білдіреміз. Жұмыстарыңызға табыс тілейміз. Сіздерге рахмет. Иә достар, осымен бүгінгі біздің сұхбатымыз тәмам. Бүгін бізде қонақта болған Қазақ туризм ұлттық компаниясының ресми өкілі, жобаларды сүйемелдеу департаментінің директоры Әлішер Тұрсын. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.